Виртс Реал Мадридке ауысайын деп жатыр ма? Барселонадағы дағдарыстың себебі неде? Ямаль неліктен жиі жарақат алып жүр? Өзбекстан құрамасын әлем чемпионы жаттықтыратын болды. Бұл көршілеріміз үшін үлкен қателік емес пе? Бүгінгі шығарылымда осы және басқа да маңызды мәселелерге тоқталамыз. Ассалаумағалейкум достар. Бастамас бұрын видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймыз. Бұл өте маңызды достар. Лайк басып арнаға жазылуды да ұмытпаңыз. Бұл аптада Европа футболында күтпеген нәтижелер көп болды. Жазғы трансфер кезеңінде құрамын күшейту үшін 482 миллион евро жұмсаған Ливерпуль дағдарысқа тап болды. Алдымен АПЛ-да Кристал Пэластан 1-2 есебімен, кейін Чемпиондар Лигасында Галатасарайдан 0-1 есебімен ұтылды. Ал соңғы ойынында Челсиге 1-2 есебімен жол берді. Маусым басында Англия суперкубок үшін болған ойында Мерсисайдты клуб жаңағы Кристал Пэластан ұтылған еді. Бұл жолы сол қателігінен сабақ шығарама деп едік, тағы да Оливер Гласнердің командасына шамасы жетпеді. Ал Челсиді Стэмфорд Бриджде 2020 жылдан бері жеңе алмауда. Арне Слот биыл Юрген Клоптың багажымен ойнауды доғарып, өзінің ойынын қоймақшы еді. Әзірге жолы болмауда. Алисон Беккерден басқа негізгі ойыншыларының бәрі қатарда, бірақ нәтиже жоқ. Ливерпуль соңғы рет 2023 жылдың көктемінде дәл осылай қатарынан 3 матчта жеңілген екен. Одан бері мұншалықты нашар нәтиже болмаған. Келесі ойынын өз алаңында Манчестер Юнайтедке қарсы өткізеді. Сондықтан бұл сәтсіз сериясы ары қарай жалғасуы мүмкін. Себебі Брентфорд, Фулхэм секілді командалардан жеңіліп жүрген Рубен Амаримнің бандасы топ клубқа келгенде қатты ойнап кетеді. Ливерпульдің осы сәтсіздігінің пайдаланған Арсенал АПЛ-да көш басына шығып алды. Мерсисайдтық клубтың бұлай жеңіле беруінің де өз себебі бар. Негізгі құрамы 50%-ға жаңарды десек те болады. Жереми Фримпонг, Милош Керкес, Флориан Виртс, Уго Экитики, Александр Исак, Георгий Мамардашвили командаға енді ғана қосылды. Ойыншылар бір-біріне, Слоттың ойын жүйесіне бейімделу керек. Солардың ішінде әлем футболындағы ең қымбат трансферлердің бірі болған Флориан Виртске қатысты сын көп айтылуда. Ливерпульге келгелі бері 9 матчқа қатысып тек 1 ассист рәсімдепті. Көп жүгіреді, қара жұмысты да атқарады. Бірақ оның позициясындағы футболшылар оның үстіне 150 миллион евро төлеген ойыншы әр матч сайын нәтижеде әрекетпен көзге түсуі керек қой. Неміс футболшысы Байерде жүрген кезінде өткізген ойынынан нәтижеде әрекеті көп болатын еді. Кезінде дәл солай Байерден Челсиге ауысқан Кай Хаверцтің ізін қумаса болған енді. Ливерпульдегі осы сәтсіздігінен кейін 22 жастағы ойыншыға Реал көстікті деген ақпарат тарады. Мадридтік ұжымның бас бапкері Хаби Алонсо басшылықтан Виртсті бақылауын сұраған. Егер осылай нәтижесіз сериясы жалғасып, клубтан кететіндей жағдай туындаса, Реал бірден іске кіріседі. Бірақ олай болуы екіталай. Клубқа енді ғана келгендіктен Ливерпуль басшылығы Флорианға да Арне Слотқа да мүмкіндік береді. Барселонаның да жағдайы мәз емес. Олар алдымен Чемпиондар Лигасында ПСЖ-дан 1-2 есебімен, кейін Ла Лигада Севильядан 1-4 есебімен қадалды. Былтыр Чемпиондар Лигасының финалына шыққанда Барса ПСЖ-ны ұтатын еді деп жүрген жанкүйерлерге париждіктер дұғай сәлем жолдайды. Оның үстіне ПСЖ-да Дембеле, Дуэ, Кварацхелия, Невиш сияқты көшбасшылары алаңға шықпай, Барселонаны жеңу үшін Заир Эмери, Майолу Мбае сияқты жас балалардың өзі жеткілікті болды. Ал Севильяға қарсы ойынның жөні бөлек. Барсаның Ямальсіз ештеңе істей алмайтыны көрініп қалды осы тұста. Сеніп жүрген Левандовский пенальти соға алмай масқара болды. Ол өз мүмкіндігін пайдаланғанда есеп 2-2 болып матч мүлде басқа сценариймен жалғасатын еді. Бірақ Севилья Барселонаны бұл қателік үшін жазалап, ойын соңында тағы 2 гол соғып тастады. Барсафандар Атлетикодан оңбай ұтылған Реалға күліп жүрген еді, енді өздерінің бастарына тықыр таянды. Каталониялық клубтың лазареті әр күн сайын бір ойыншымен толығуда. Гави 5 ай, Тер Штеген 3 ай, Жоан Гарсия 3-5 апта, Ламин Ямаль 2-3 апта, Рафиня мен Лопес 2 апта командасына көмектесе алмайды. Халықаралық үзіліс Барселона үшін өте пайдалы болайын деп тұр. Рафиня, Ямаль және Фермин 18 қазан күні Жиронаға қарсы өтетін матчқа қатысады деген болжам бар. 26 қазанда болатын Эль Классикоға сақадай сай болайын деп тұр бұл жігіттер.
Байқасаңыздар, Ямаль соңғы кездер жиі жарақат алып жүр. Бұған дейін қыркүйек айының басында Катардан шығып, Барселонаның 4 матчын өткізіп алған еді. Бұл жолы Севильямен болған ойынға қатыспады. Екеуінде де жамбас аймағындағы жарақаты мазалапты. Енді Испания құрамасының да қазан айындағы матчтарын көрермен ретінде тамашалайды. Былтыр футбол сарапшылары жас футболшыны көп ойната бермеу керектігін айтып, дабыл қаққан болатын. Кезінде Ансу Фати дәл осындай жағдайға тап болған еді. Ақыр соңында не болды? Барселонадан кетіп тынды. Оның кезінде ойынына қарап Мессидің ізбасарына айналады деп болжаған еді. Бірақ көп ойнағанынан ба, әйтеуір жиі жарақат алып кетті. Айтпақшы, сол Фати қазір Монакоға ауысып, ол жақта білгенін істеп жатыр. 5 голмен Франция чемпионатының үздік сұрмергендер тізімінде көш бастап тұр. Енді бір сәтке назарымызды Европа футболынан Қазақстан футболына аударайық. Ұлттық құраманың бас бапкері болып қызмет атқарған Әли Әлиев Бельгиядан 0-6 есебімен оңбай ұтылғаннан кейін орнын босатқан еді. Қазақстан футбол федерациясы оның орнына шетелдік маманның келетінін айтып, әзірге Талғат Байсуфиновты бас бапкер етіп бекітті. Бақ беттерінде КФФ Швеция құрамасының экс-бапкері Янне Андерсон, Польша құрамасының экс-бапкері Михал Пробеш және италиялық маман Массимо Каррерамен келіссөз жүргізіп жатқандығы туралы ақпарат тарады. Айтпақшы, Қазақстан құрамасы осы айда 2026 жылғы әлем чемпионатының іріктеу кезеңі аясында Лихтенштейнді қабылдап, Солтүстік Македонияға қонаққа барады. Ұлттық құраманың нәтижелер көңіл көншітпесе де, қазақ жанкүйерлерін қайрат қуантуда. Биыл өз тарихында алғаш рет чемпиондар лигасына шықты. Онысымен қоймай, Қазақстанға дәл осы турнирдің королі саналатын Реал Мадридті алып келді. Бұл ойыннан кейін алматылық клубтың қақпасын қорғаған 18 жастағы Шерхан Қалмұрзаға қазақстандық кәсіпкер Ұлықбек Шарипов су жаңа автокөлік сыйлады. Дәл осы тұста жанкүйерлер Селтикпен болған матчта ерлік жасаған Темірлан Анарбеков пен оған дейінгі матчтарда қақпаға тұрған Александр Заруцкийдің еңбегі еленбей қалды деп шу көтерді. Осыдан кейін Зиги-Заги компаниясы Темірланға халық атынан деп автокөлік тарту етті. Ендігі кезек Заруцкийде. Соған орай біз де шетте қалып қоймай, оқырмандарымыздың саны 1000-ға жеткен үшін осы видео астында ең креативті комментарийге қазақ футболының тарихында қалған Қайрат Реал шарфын сыйға тартқымыз келіп отыр. Қайраттың негізгі қақпашысы жаттығуға оралып, қазір топпен бірге жұмыс істеуде. Алматылық клубтың чемпионаттағы маңызды 2 ойыны мен Чемпиондар лигасындағы 6 матчында өзін жақсы қырынан көрсетсе, сыйлықтың көкесі сол кезде болар бәлкім. Қайраттың сол қаптал қорғаушысы Луиш Мата да бұл трендті жалғастырып, Instagram парақшасына ойыншық машина мініп отқан суретін жариялап қойыпты. Айтпақшы, Шерхан күні кеше тегін грантқа ие болды. Қайрат қақпашысына ғылым және жоғары білім министрлігінің атынан спорт және туризм академиясының ректорлық гранты табысталды. Бұған дейін Шерхан аталмыш университеттің ақылы бөлімінде оқып келген екен. Министрлік Темірлан Анарбековтің де еңбегін елеп, 2026 жылдың қаңтарынан бастап, оны Қазақ және спорт туризм академиясының студенті болуға шақырыпты. Бірақ Рафаэль Уразбахтин мырза сыйлық беру кезінде ойыншыларды бөліп жару дұрыс еместігін айтты. Жетісудың бас бапкері Самат Смаковта жас ойыншыларға шамадан тыс көңіл бөлу дұрыс еместігін жеткізді. Кезінде Еркебұлан Сейдахметті дәл осылай жоғалтып алған едік қой, естеріңізде болса. Қанша мықты болсаң да, қаншалықты жақсы ойнасаң да, біздің жанкүйерлер іздеп жүріп бір мін тауып алады. Әңгіме алматылық клубтың жейдесінде жазулы тұратын 1xBet компаниясы жайында болып отыр. Қазақстанның намысын Европада қорғайтын клубымыз неге букмекерді жарнамалап жүр деп ашынуда футбол фанаттары. Бірақ Қайратты да түсінуге болады. Қазақстанда басқа компаниялар футболға ақша салғысы келмейді. Барлық клубтар мемлекеттің бюджетіне телміріп отыр. Бірақ Қайрат Боранбаев футболдан қалай ақша істеуге болатын көрсетіп берді. Инфрақұрылымды дамытуға қыруар қаржысын жұмсады, бірақ бұл еңбегі біртіндеп нәтиже бере бастады. Алдымен Нұралы Әліпті Зенитке, кейін Дастан Сатпаевты Челсиге сатты. Ал биыл Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіне шығып, әжептәуір қаржыға ие болды. Осы жетістігінен кейін Қайрат пен Эйр Астана компаниясы қытайлық автокомпания серіктес атанды. Бәлкім келесі жылы Қайрат жейдесіне букмекердің емес, басқа бір отандық компанияның атын жазатын шығар. Барлық клубтарға да соны тілейміз әрине.
Соңғы кездері тек бізде емес, көршілердің үйінде де жаңалықтар көп болды. Өзбекстан құрамасы 2006 жылы Италия құрамасымен бірге әлем чемпионы атанған. Алтын доп иегері Реал, Ювентус, Интер сияқты атақты клубтарда ойнаған Фабио Канавароны бас бапкер етіп тағайындады. 52 жастағы маман бапкерлік мансабын Қытайдан бастады. 2014-15 жылдар аралығында Гуанчжоу Evergrande клубын жаттықтырды. Ол жақтан кетіп, ат басын Сауд Арабиясына бұрған Канаваро қазір Роналдуар ойнап жүрген Әл-Наср клубын тізгіндейді. Бірақ Саудияда да көп тұрақтамай 2016 жылы Тяньцзин Цюаньцзянь командасын баптау үшін Қытайға қайта оралды. Бұл ұжымды бірінші лиганың чемпионы етіп, Суперлигаға жолдама алды. Қытайдың жоғарғы лигасында 3-ші орын алып, клубты Азия чемпиондар лигасының іріктеу кезеңіне шығарды. 2017 жылдың Қытайдың үздік бапкері атанған Фабио мырза қараша айында қызметінен кетеді. Осы жетістігінен кейін италиялық маманды Гуанчжоу Evergrande қайта шақырды. Бұл жолы ұзақ уақытқа алдыртыпты. Ол жақта 2017 жылдан 2021 жылға дейін қызмет еткен Канаваро 2019 жылы Қытайда чемпион атанды. Ол кезде Қытай жерінде оған тең келетін жаттықтырушы болмағандықтан, оны ұлттық құрамаға бас бапкер етіп бекітіп қойды. Бірақ Қытай құрамасымен бірге небәрі 2 матч өткізіп, Таиланд пен Өзбекстаннан ұтылып қалды. 2022 жылы Канаваро Италияға оралып, Беневенто клубының тізгінін ұстады. Бірақ команданы қауіпті аймақтан шығара алмай, өткізген 17 матчынан кейін қызметінен кетті. 2024 жылы Удинезенің бас бапкері атанды. Ол жақта да жолы болмай, 6 матчтан кейін орнын босатты. Сол жылы Динамо Загребті жаттықтырамын деп Хорватияға барған еді. 14 матч өткізіп, тағы да жұмыссыз қалды. Енді Өзбекстан құрамасын тізгіндеп отыр. 52 жастағы италиялық маман көршілерімізді 2026 жылға әлем чемпионатына алып барады. Ақша кетсе кетсін, абырой кетпесін деген көршілеріміз Канавароға сұраған ақшасын беріпті. Фабио мырзаның Өзбекстандағы 1 жылдық жалақысы 4 миллион евроны құрайды екен. Бұл көрсеткіш бойынша ол ұлттық құрамада ең көп жалақы алатын бапкерлердің алғашқы бестігіне енді. Анчелотти 9,5 миллион, Тухель 5,9 миллион, Нагельсман 4,9 миллион, Канаваро 4 миллион, Мартинес 4 миллион, Дешам 3,8 миллион. Өзбекстанға дейін Канаваро мен Қазақстан футбол федерациясы да келіссөз жүргізген еді. Бірақ біздікілерге италиялықтың сұраған ақшасы ұнамапты. Былтыр Станислав Черчесовке 1,2 миллион евро төлегенімізді көтере алмаған жанкүйерлер Канавароны атақ даңқына қарамай жұлып жейтін еді. Өзбекстандық жанкүйерлер ұлттық құрамада тәжірибесі жоқ Канавародан гөрі Тимур Кападзенің қалғанын құп көрген еді. Бірақ басшылық бұл оймен келіспеді. Кападзе ұлттық құрамадан кетпей, Фабионың көмекшісі болып жұмыс істейді екен. Естеріңізде болса, өзбек бауырларымыз әлем чемпионатының іріктеу кезеңін Стречко Катанец дейтін бапкермен бастаған еді. Бірақ 62 жастағы словениялық маман жаман ауруға душар болып 2025 жылдың қаңтарында өз еркімен қызметінен кетті. Оның орнына келген Ақтөбенің экс-футболшысы Тимур Кападзе Катанецтің салып кеткен сара жолын жалғастырып, команданы тарихында алғаш рет әлем чемпионатына алып шықты. Міне, дәл осы Катанец дейтін ұлттық құрамада мол тәжірибесі бар бапкер еді. Өзбекстанға дейін Ирак, Словения, Араб әмірлігі, Солтүстік Македония құрамаларын жаттықтырған. Ал Кападзе кезінде Өзбекстан құрамасында ойнаған, футболшылардың тілін таба білетін жақсы маман. Бірақ басшылық ұлттық құрамада мүлдем тәжірибесі жоқ. Бапкер ретінде жарытып ештеңе істемеген Канавароны әкеліп қойды. Бұл әрекеті ертең өздеріне таяқ болып тимесе болғаны. Енді Өзбекстан құрамасы бұл жарысқа жақсылап дайындалады. Аргентина құрамасымен жолдастық матч өткізу мүмкін деген ақпараттар да бар. Қараша айында бізбен ойнау керек еді, бірақ әзірге нақты мәлімет жоқ. Оларды да түсінуге болады. Тарихында алғаш рет әлем чемпионатына шығып отыр. Бізбен ойнағанша мықты командаларға қарсы шығып, тәжірибе жинаған дұрыс болар. Эльдор Шомуродов тұрақты түрде ойнау үшін Италиядан Түркияға қоныс аударды. Абдухойдер Хусанов жаңа маусымнан бастап Манчестер Ситидің негізгі футболшысына айналды. Басқа да футболшылар әлем чемпионатына бару үшін барын салады. Келесі жылы өтетін мундиалда өзбек бауырларымызға жанкүйер боламыз. Ұзақ жылғы еңбектен кейін шығып жатыр. Ақшасын аямай жаңа бапкер әкелді. Енді осымен еңбегінің жемісін көрсін деп тілейміз.